керемет ойын ойнап отырмын енді. Жақсы устройство керек біздің студияға. Армысыздар достар, енді біздің бүгінгі алғашқы видеоблогымыз әрине енді өзіңіз байқап тұрғандай қазақша тілде өтетін болды. Көп ойланып солай шештік енді. Енді біздің студиямыздың қонағы бүгіндікке Samsung компаниясынан шыққан 2011 жылы Galaxy S2. Осы Galaxy өздеріңіз интернетте мүмкін естіген шығарсыздар. Galaxy S2 ол 2011 жылдың ең үздік смартфон атанды. Ең үздік смартфон не үшін ең үздік смартфон атанды? Біріншіден дисплей жағынан, екіншіден функционалдық жағынан, үшінші корпусы жағынан, төртінші процессор жағынан, және көптеген өздерінің плюстері бар, минустері енді білмеймін, енді өте аз бұл қондырғы үшін. Енді Galaxy S2-ны енді былай анығырақ көретін болсақ, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне дисплей бұл жер. Міне Galaxy S2-ның дисплейі міне алдындағы Galaxy S-ге қарағанда әлдеқайда үлкенірек. Бұл енді 4.3 дюймдік дисплей, және тағы да сыртына қарайтын болсақ, батырмаларына міне ортасында ең басты батырма бар, және мына жерде блоктан шығаратын немесе блокқа қоятын, сондай-ақ өшіруге арналған батырмалар бар. Және міне сол жағында дауыс шығарып, дауыс пәс ететін екі батырмасы бар. Асты жағына HDMI кабелін қосуға болатын, ол HDMI телевизорге қосуға арналған переходник болып табылады. Және үсті жағында міне наушникке арналған 3.5 мм-лық тесігі бар. Енді артына қарайтын болсақ, 8 мегапиксельдік автофокус мен вспышкамен камерасы бар. Және бұл енді Galaxy S-ге қарағанда енді арты корпусы мүлде өзгеше болып шықты. Және Galaxy S-те өте жылтыр болатын болса, бұл да керісінше қолға ұстағанға өте ыңғайлы, кішкене кедіріп-бүдірі бар. Өздеріңіз байқап отырсыздар, міне өте күшті, өте ыңғайлы қылып шығарылған. Енді алдында бұның 2 мегапиксельдік камерасы бар. Алдыңғы камера ол Skype-пен сөйлескенге 3G-ға арналған камерасы бар. Ал енді бұл Galaxy S2-ның ішіне кіріп көрейік. Енді ішіне кіру үшін міне оң жағындағы батырманы басу арқылы кіруге болады. Міне қосылды. Немесе сондай-ақ ортасындағы басты батырманы басу арқылы кіруге болады. Міне бұл енді заставка, ол блок ретінде саналады. Оны алып тастау үшін міне жай ғана бір шетінен ұстап, шетке алып тастай саласыз. Міне енді басты мәзірі бұл өте әдемі, енді өте красочный дейді ғой, енді орыс тілде айтқанда, енді өте сәнді қылып шығарылған. Енді бұл да операциондық системасы, ол операциондық жүйесі Android 2.3 версиясы болып табылады. Міне бұл енді ең басты бетте 6 бет бар. 6 ма? 7 екен. Енді 7 бет, міне ең басты бетте неше әртүрлі виджеттер бар. Мысалға виджеттер қосып немесе алу үшін міне екі шетінде екі сенсорлы кнопка бар. Біреуі артқа қарай жүретін, біреуі қосымша меню, опция деп аталады ғой. Енді мысалы добавить виджет деп алайық. Міне өзгерістерді байқап отырмыз. Міне мысалы бір бос жерге бір виджет қосайық. Мысалы қандай виджеттер бар? Бұл жерде өте көп өзінің стандарттық виджеттері, немесе сондай-ақ интернет арқылы маркеттан көбісін тегін өзіңіз жүктеп алсаңыз болады. Мысалы Google-дың іздеуіш виджетін қосайық, міне барлығын алайық. Міне өте ыңғайлы, міне интернетке қосылу арқылы бәрі жақсы істеп тұр. Міне жаңа бір виджет қосу көрдік, қалай қосу керек екенін. Міне сондай-ақ обой деген артқы жаңағы суреттерін өзгертуге болады. Мысалы интерактивтік обой қарайық. Өте әдемі. Міне галактиканы таңдайық. Қондыру. Міне артын өздеріңіз көріп тұрыңыздар, міне галактика, сіз бетті өзгерткен сайын галактикада қозғалып жатыр. Міне енді мәзірге кірейік. Енді мәзірге кіру үшін приложение деген батырманы басамыз. Міне мәзірде өте көп, өзінің стандарттық ойындары, приложениялары. Бұл жерде өте бір пайдалы приложениялар бар. Мысалға кітап оқусы келетін адамдарға iReader деген міне бұл Android маркетте тегін болып табылатын приложение. Ол кітап оқуға арналған. Мысалға міне бірінші тұрған кітапты ашып көрейік.
беті ашу енді әрине ең алғашқы бұны iPhone шығарған болатын. Сол iPhone-ды өте қатты еске алдырады. Енді бұл iPhone-ға қарағанда бұл әрине өте көп өзгешеліктері бар. Біріншіден өзінің салмағы өте жеңіл және өте жіңішке, 8,5 мм, салмағы 114 грамм. Енді iPhone ол енді 4 дюйм, бұл енді экраны дисплей одан да үлкен. Енді iPhone-ға қарағанда менің көзқарасым үшін бұл iPhone-дан әлдеқайда күшті болып санаймын. Әркімнің ойы әртүрлі болады ғой енді. Енді мысалға галереяға кірейік. Суреттерді қалай көруге болатын. Мысалға мен бір сурет ашайық. Ашу үшін үстіне басасыз. Мені екі саусақ арқылы бұлда да multi-touch функциясы қондырылған. Екі саусақ немесе сондай-ақ 4-5 саусаққа дейін қондыра берсеңіз болады. Үлкейтіп арқылы. Жаңа айтқанымдай камерасы 8 мегапиксель, качествосы өте жоғары суретке түсірген кезде. Енді бұның процессорына келетін болсақ, 2 ядролы 1,2 ГГц процессор. Бұл енді менің ең алғашқы компьютерімнің күштілігінен де күшті болып саналады. Менің компьютерім 2 ГГц, мынау 2,4 ГГц. Енді азуы ол 1 гигабайт және өзінің памяті 16 гигабайт. Сондай-ақ флешка салуға болады, microSD. Енді өздеріңіз білесіздер, енді бұл сенсорлы қондырғыларға Angry Birds ойынысыз болмайды. Мысалға мен Angry Birds Rio, онда market.android.com сайтынан тегін алсаңыз болады. Міне мысалға бір кез келген біреуін аша салайық. Дисплей өте сезімтал, өте әдемі, бүкіл жарықтылығы, светтері бәрі өте әдемі. Дауысы өте қатты шығып кеткен сияқты, кешіріңіздер. Енді дауысын білесіздер бұны қандай шығатын бұл Angry Birds-ті. Сондай-ақ бұда Angry Birds-тің бір емес бірнеше түрі бар. Rio деген, Seasons және тағы басқа. Енді тағы мысалға multi-touch-тың кереметтілігін көрсетуге мен сіздерге бір пианино бағдарламасын көрсетейін. Енді өте жақсы бұл енді. Кәдімгі пианиноны еске салдырады. Мысалы арнайы сіздер үшін мен бір ойнап берейін. Кешіңіздер. Мен өзім пианинода өмір ойнап көрген адам емеспін, тек қана осыда үйрендім. Енді любитель дейді ғой, енді үйренгісі келетін адамдарға енді бұл да өте жақсы бағдарлама болып табылады. Сондай-ақ міне өте керемет бір бағдарлама бар. Өзім жаңа ғана байқадым. Енді ол Keys Air деген. Keys Air, мысалы Keys Airға кірсеңіз, запускты бассаңыз Wi-Fi арқылы. Wi-Fi қосайық бірінші. Интернетке қосылды, ол интернетке мысалы мені ссылка береді. Енді компьютерға қарайық. Ссылка беріп тұр, осы ссылканы компьютердің браузеріне енгізу арқылы біздің қондырғыға қосылса болады. Міне мына жерде рұқсат ету немесе рұқсат етпеу деп отыр. Енді әрине бұл жерде рұқсат етуді қабылдаймыз. Міне өзіңіз байқағандай компьютеріміздің экранында осы Galaxy S2-дегі бүкіл не бар, соның барлығы осы компьютерде шығып отыр. Міне видеоны ашып тұрсып көрейік, енді ашып ма деп ойлаймын. Плагин жетіспейді екен, енді плагин кейін қондырғаннан кейін көрсетемін ол сендерге. Мысалы міне музыка, міне барлығы бар бұл жерде. Кезгейін аша салса болады, мен ойнап отыр. Бұл әуендердің барлығы менің телефонымдағы әуендер Galaxy S2-дегі қосылып тұр деп тұр. Ол енді үлкен рахмет. Телефон әрине қоңырау шалмаса ол телефон болып саналмайды. Мен қоңырау шалу үшін ең басты менюде, ең басты мәзірдегі телефон дегенді басамыз. Міне осы жерде номер терсе болады. Кез келген номер тере салайық. Немесе менің Дастан Ахметжанов қазандақ көрейік. Блогерс газет сайтынан.
администраторларының бірі болып табылады. Жай ғана скидет етіп қоямыз енді. Мысалы журналы міне соңғы рет қоңырау шалған, кімге қоңырау шалдыңыз, сол тізімін көрсетіп тұр. Енді контакты, мысалы кім қандай контакты бар, өзіңіз жазып қойған бүкілін көрсетеді. Бұл да өте ыңғайлы. Бүкіл информацияны енгізіп қойса болады. Мейлін, группасын, телефон номерін және тағы басқа. Енді тағы не көрсете болады сіздерге? Міне сообщение жазу функциясы бар. Бұл да әрине сообщение жазу функциясы кез келген телефонда болады. Мысалы міне клавиатурасын, перне тақтасын өзіңіз көріп тұрсыздар. Пробелдің үстіне басып, оңға немесе солға жылжытатын болсаңыздар, міне тілін өзгертуге болады. Міне бұның өте басты преимущество дейді ғой, енді артықшылығы, мысалы айфондарға қарағанда бұда қазақ тілі енгізілген. Қазақ тілі, мысалы қазақша бір сөз жазып көрейік. Қазақ деген сөзді жазып отырмыз. Өте сезімтал бұның сенсоры. Теру точности өте жоғары. Енді iPhone немесе iPad қондырғыларындағы App Store'да өзіңіз көптен естігесіздер. Сондай-ақ бұл Android платформасында өзінде сондай магазинде десе де болады, интернет магазині. Мысалы маркет деп аталады ол. Маркетке кірдік міне. Сонда айтып кететін нәрсе, интернетке Wi-Fi арқылы қосылып тұр. Бұл да Wi-Fi Bluetooth 3-ші версиясы, өте аса жылдамдықпен жұмыс істейтін. Және GPS қондырғысы бар, барлығы бар. Енді мысалы маркетке кіретін болсақ, міне категорияларға кірсем болады. Мысалы бизнес категориясына кірейік. Міне сол бағдарламалар бұл жерде тегін емес бағдарламалар бар. Бұл жерде мысалы топ бесплатных деп жазылып тұр, тегін бағдарламалардың топы. Бұл жерде өте көп, бірнеше миллион бағдарлама бар. Енді дүние жүзіндегі, әлемдегі бүкіл бағдарлама жасайтын компаниялар немесе жеке программисттер осы маркетке салу арқылы ақша да тауып жатыр десе де болады. Міне мысалға өте ыңғайлы бағдарлама бұл жерде, мысалы YouTube-қа қосыласыз, кез келген видеоңызды, кез келген қандай каналға жазылдыңыз, сол каналдың соңғы қосылған видеоларын көрсетіп тұр. Міне бұл да аса жоғарғы жылдамдықпен көрсете береді. Мысалға менің бір жазылып қойған каналым, ол This is хорошо каналы, өте қызық канал, көрсеңіздер болады YouTube-дан. Привет, я Стас Давыдов. В интернетах сейчас полно слухов о грядущем iPad. Көп естіген шығарсыздар, бұл Стас Давыдовтың. Көрсетпей қойып оны. Сондай-ақ міне Skype немесе агент секілді бағдарламалар бар. Өзінің Twitterге кірсеңіз болады, ВКонтактеге кірсеңіз болады. Барлығы өте жоғарғы технология десе болады, енді барлығы мықты бұл жерде. Бағдарламамыздың қонағы болған бұл енді Galaxy Samsung S2, оған өте үлкен рахметіміз айтқымыз келеді. Осы 2011 жылдың ең үздік смартфоны дегенге мен толық келісемін. iPhone 4-ке қарағанда бұл әлде қайда күшті деп санаймын. Әрине бұл менің өзім жеке ойым. Басқа iPhone-ның фанаттары, мысалы жанкүйерлері өздері өзгеше ойлайтын шығар мүмкін. Енді сіздер осылай құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы менің видеоблогым сіздерге өте пайдалы болған шығар деп үміттенемін. Енді біз осы видеоблогым арнайы VBloggers.kz сайты үшін арналған.